Кешірші, Флаттершай. Негізі, апта сайынғы кездесуімізге кешіктім келмейді. Бірақ не болғанын айтсам, сенбейсің. Иә, сенбейтіндей не болды? Қызық жағдай болды. Жақында тіккен қалпағымды киіп, осында келе жаттым. Сосын ойламаған жерден алдымнан фотофиништің өзі шықты. Фотофиниш? Ол бүкіл Эквестриядағы ең әйгілі фототілші. Қысқасы, фотофиниш қалпағымды көріп, оның керемет екенін айтты. Жақсылап мақтапты. Таңғалғаны сонша, өз дүкенімдегі киімдеріммен фотосессия өткізуімді ұсынды. Бұл тамаша ғой. Мансабым үшін мұның қаншалықты маңызды екенін білсең ғой. Ререде, қуанышыңа ортақпын. Бірақ маған әдемі пони керек. Ол сән көрсету үшін болып, киім үлгісін көрсетеді. Өзі әдемі және сен сияқты кербез болуы керек. Ой, ол менің қолымнан келмейді. Бұл сондай жақсы мүмкіндік қой. Әрі мен үшін өте маңызды. Не дерімді білмей тұрмын. Сендей сымбатты пониді таба алмаймын. Бірақ таба алмаймын. Саған тәжірибелі сән көрсетуші керек. Сәнді түсінетін пони. Өтінем. Жұлдыз болғысы келетін пони. Өтінем. Сен үшін сонша маңызды болса, әрине көмектесем. Рахмет. Сендей құрбысы бар понидің арманы жоқ. Күнді осылай тамаша өткізем деп ойламаппын. Рас па? Ұсынысымды қабылдамай қояма деп алаңдап, дұрыс демала алмадым. Бетіме безеу шығатын сияқты. Ең бастысы бір шешімге келу керек. Әдеттегідей. Сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттім. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Достықтың құпиясы 20 бөлім. Оған мына тұрысың ұнамайды-ау. Сонда қалай тұруым керек? Жарық керек. Жарықтың дұрыс түсуі керек. Әйтпесе киімің әдемі көрінбей қалады. Жалыңа көбірек қауырсын тағу керек. Пинки Пай, қауырсын әкел. Жылтырақ. Енді жылтырақ керек. Сосын бау керек. Жоқ, тым көп емес. Жоқ, көбірек. Мына шеті дұрыс емес. Түйреуіш әкел. Көмектеріңе рахмет. Қатты сөйлесем кешіріңдер. Мазам болмай тұр. Мәссаған ауыртпай ма? Терім қалың ғой, түк сезбедім. Тіпті қиналғаның өзінде әлемдегі ең керемет пони үшін бәріне де шыдар едім. Сендерге бір сырымды айтайын, бірақ ешкімге айтып қоймаңдар. Ешкімге айтпаймын. Ант етейін, шын сөзім. Айтсам көзім көрмей қалсын. Мен Реритиді жақсы көрем. Ешкімге айтпаймыз. Қойшы сенде, онсыз да оны бәрі білет. Твайлайт, Спайтты ешкімге айтпаймын дедің. Ол саған сенет. Досыңның сенімін ақтамасаң, көп ұзамай ол досыңды жоғалтасың. Бірақ Мәңгіге айырыласың. ешкімге айтпаймын. Бірақ Рерити бұл жайлы білет деп ойлаймын. Мен фотофинишпін. Келдім. Шынымды айтайын, бұл мен үшін. Бастаймыз. Тезірек. Бар өнеріңді сал. Фотофиништі таңғалдыр. Жоқ. Жоқ. Жоқ.
Болды. Суретке түсірген осы ма? Кешірші мені. Қолымнан келгенше тырыстым. Шаш үлгісін дұрыс жасамаппыз. Киімің шектен тыс жарқырап тұр. Оны мүлде таң қалдыра алмадық. Мен фотофиниш жаңа сән жұлдызын осы жерден таптым. Панивилиядан таптым. Шын ба? Иә, шын. Мен фотофиниш. Оны бүкіл Эквестрияға танымал етем. Ертең саябақта фотосессия болады. Кеттік. Естідіңдер ме? Мен бүкіл Эквестрияға танылатын болдым. Рерити, бәрін бүлдіріп алам ба деп қорқып едім. О, не дегенің қолыңнан келетінін білдім. Алақай! 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 Жоқ, 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 иә. Бізге керегі осы. Фотофиништің көңілінен шығады. Понилерді тамсандырасың. О, өте қуаныштымын, ең бастысы. Эквестрия жұлдыз атанған соң бізді қарапайым понилерді ұмытпа. Ұмытпайым. Осы жерден түсем. Жоқ. Сән көрсетуші жай киім кисін. Айталық, мысалы, табиғатпен үндес. Иә, мен де соны ойладым. 1 минут уақыт берсеңіз, бір амалын табам. Иә, мұның керегі жоқ. Бірақ, киімдерімді суретке түсірмесеңіз, Эквестрияға қалай танылам? Түсінбедім. Сіз не деп тұрсыз? Менің мақсатым сенің атыңды шығару емес. Мен сән көрсетушін айттым. Менің жұлдызым сол. Ал сен кете бер. Бұған арым бармайды, Рерити. Бұдан бас тартпа, Флаттершай. Фотофиниш сені жұлдыз қылғысы келеді. Ондай мүмкіндік өмірде бір-ақ рет болады. Екеумізді менің бағым жаңғалы тұр деп ойладық. Дегенмен бұл ұсыныстан бас тартпауың керек. Мен үшін келіс. Сөйт. Сөйтсеңші. Флаттершай, жұлдызды сәтің туды. О, керемет, нәп-нәзік гүлге ұқсайсың. Мұна қауырсындар мен жылтырақсыз дәп әдемісің. Сүрілім қалай өтті? Айтарым жоқ. Фотофиниш менімен емес, Флаттершаймен жұмыс істейді. Қап, Рерити, өкінішті ақ. Саған көмектесе аламыз ба? Әзірге оңаша қалғым кеп тұр. Естідіңдер ме? Оңаша қалам деді ғой. Не? Оңаша қалам дегенде мүлде жалғыз деп беді? Тым көп себілді. Жетпейді. Артық. Аз. Болды. О, керемет. Түшкіргені де әдем екен. Бастаймыз. Не сездің? Қуаныш па, бақыт па? Армандарың орындалып, төбең көкке жетті ме? Қобалжып тұрмын. Қобалжып, күлкімді келтірме. Әр басқаны адымыңды аңдып тамсана қарайтын табынушыларыңды елестет. Шығатын уақытың болды. Қандай сұлу. Тамаша. Реритиді жерге қаратпа. Қайтсең де тырысып бақ. Қайтсең де. Қандай сұлу өзі. Қандай әдемі. Тамаша. Мынау кім болды екен? Жаңа жарнамама шақыруым керек. Сондай сұлу.
аз екен. Мынау Флаттершай ма? Иә, мынау Флаттершай ғой. Иә, тамаша сән. Флаттершай керемет. Мынау Флаттершай ма? Флаттершай. Мен сізді суретке түсірейінші. Бір минут. Флаттершай. Мәз саған, бүкіл қалаға танылыпсың. Өте қуаныштымын. Мәз болып жүрген шығарсың, иә? Иә, мәз болып жүрмін. Флаттершай, сені іздемеген жерім жоқ. Бізде бәрі дайын тұр. Спада кездесеміз әдеттегі уақытта. Әрине. Білесің бе, сенен бәрінің мән жайын естігім кеп тұр. Мен бәрін таңқалдырып, жұрттың назарында жүруім керек еді. Әткеншек дүкеніне қош келдіңіздер. Ол әлі осында ма? Флаттершайдың осында екенін естідік. Кешіріңдер, ол кетіп қалды. Бірақ жолдарың болды. Ең әдемі көйлектің жаппай сатылымы болып жатыр. Ал сіз кімсіз? Рерити мен әрине. Сіз жайлы естімеппіз, иә. Мен фотофиниш. Оны жолықтырғаныма қуанамын. Фотофиниш. Камераның алдында өзін еркін ұстайды. Фотофиниш. Мен тек камераны дайындап шырт еткізіп, түймесін басам, ғажайып дерсің. Фотофиниш. Ойыңызды бөлсем кешірім өтінем. Мен кешігетін болдым. Оны қалай ұмытып кеткем? Балет мектебінің ашылуында болуың керек қой. Ең сыйлы понидың бәрі сонда барады. Ау, мен құрбыммен кездесуге кешігетін болдым дейін. Кеттік. Тіпті тұяғым талып кетті. Тым көп күттім. Флаттершайдың жаңа жұмыстан қолы тимейді. Кездесуге де уақыты болмас. Келе алмай жатса, оның себебі бар. Әрине бар. Ол танымал сән көрсетуші. Жұлдызы тезірек сөнсе екен деймін. Рерити, Флаттершай құрбың ғой. Білем. Ол үшін қуануым керек. Бірақ бұл бақытын көре алмай жүрмін. Өтінем, оған мұны айтпаш. Өтінем. Айтпаймын. Құрбыңның сенімінен шығып қалсаң, сол құрбыңның өзінен айырыласың. Мәз саған, керемет болып тұрсың. Флаттершай әйгілі болып кетсе, басқаның бәрі көріксіз деген сөз емес. Рерити, кешірші. Қап, ол кетіп қалды ма? Ренжіме. Бұған сен алмай тұрмын. Көңілім қалды, тіпті жылағалы тұрмын. Жеңілдеп қалдың ба? Жоқ. Саған бірдеңе айтуыма бола ма? Әрине. Реритиге айтпауға сөз бересің бе? Айтпаймын. Пенкиге ұқсап ант су іш. Ант етейін. Айтсам көзім көрмей қалсын. Ой. Сән көрсетуші болғым келмейді. Маған ондай өмірдің керегі жоқ. Елдің назарынан жалықтым, төзе алмай кеттім. Мен Реритидің сенімін ақтау үшін шыдап келдім. Сенімін ақтауым керек, сенімін. Сенімін. Мәз саған, рас па? Қызық екен. Шынымды айтсам, бар ғой, Рерити. Бірдеңе айтайын дедің бе? Мәңгіге айырыласың. Ештең емес. Флаттершай, егер сен сән көрсетуші болғың келмесе, өзіңді қинамай-ақ қой. Жоқ, бұлай істей алмайым. Рерити қатты ренжіп қалады. Бірақ Рерити маған... Тәтті екен. Бәріне ұнамай қалсам, фотофиниште менен теріс айналар еді. Сөйтіп, ерекше қабілеті бар басқа пониді табар еді. Меніңше бұл ойың дұрыс. Мұның жөн. Бұл дұрыс.
Түсінесің бе? Әлгіндей әрекетті Флаттершайдың өзі істей алмайды. Ал сән көрсетілімінде ұсқынсыз болып көріну үшін сиқырды қолдансам, оны ешкім сән көрсетуші болып жұмыс істеуге шақырмайды. Ал Флаттершай сән көрсетуші болмаса, Рерити оған ренжігенін қояды. Сосын мен де олардың құпиясынан құтылам. Керемет жоспар. Тек мұны ешкімге айтпа. Сырымды айтпауға уәде бересің бе? Сонымен сен уәде бересің бе, жоқ па? Иә, білесің бе мен? Жұмған аузымды ашпаймын, аузымды бекітіп қойдым, шұңқыр қаздым. Кілтті сонда көмдім, сосын сол жерге үй салдым. Көрдің бе? Бұған күмәнім жоқ. Қызығай, не болар бүгін не екен? болар екен? Қашан шығар? Не болады екен? Сеніңше ойымыз іске аса ма? Оларға табиғи қалпың ұнайды. Сондықтан жасанды болып көрінуіме күш саламыз. Мені тыңдашы. Қараңдар. Маған да осындай көйлек керек. Бәрінің неге тамсанып жүргенін көрейін. Ой! Бұл не? Мұнысы не? Қара! Сұмдығай! Бұл не болып жатыр? Ұят емес пе? Құдайым, қалайша? Ойбай, оны сахнадан түсіріңдер. Сұмдығай, ол сән әлемін масқаралап жүр. Мен фотофиниш қатты қателесіппін. Кәне, кетсін. Кетсін бұл жерден. Бұл не сұмдық? Сұмдығай, масқара. Керемет! Ұсқынсыз пониге керемет деп айғайлаған қайсың? Айтыңдаршы. Керемет стиль. Неткен кербездік. Ол сәннің жаңа үлгісін көрсетті. Бұл Керемет! сөзді кім айтып тұр? Ол қымбат бүркеніші бар, шаш үлгісі керемет пони айтты. Сонымен, бұл пониге ұнаса, онда маған да ұнайды. Керемет, маған өте ұнайды. Тамаша. Керемет. Өте әдемі. Білесің бе, бұл сұмдық болды, сұмдық. Бұрынғыдан да танымал болып кеттім. Ашуланып тұрмын. Бірдеңені теуіп жіберсем ғой. Рерити неге менің сән көрсетуші болғанымды қалайды? Бірақ Рерити. Флаттершай бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Әйгілі сән көрсетушімін, жағдайым керемет. Рахмет. Бірақ сенің... Ой! Сахнада тұрғаныңда бәрі кет деп ысқыра бастады. Флаттершай, бұл сұмдық екен. Басында өзім де армандап едім. Шын ба? Әрине шын, өйткені... Қызғанып жүрмін. Елдің назарында болуды армандадым. Бірақ сен жұлдыз болып кеттің. Тіпті бір ақымақтық істеп жұмысыңнан айырылғаныңды тілей бастадым. Ал шын мәнінде не болып жатқанын көргенде ұялып қалдым. Жақсы көретін құрбыма қалайша жамандық тілегенмін. Қандай сұмдық. Бірақ Флаттершай негізі... Мені жақсы көресің бе? Мен сән көрсетуші болғым келмейді. Рас па? Ондай өмірді ұнатпаймын. Онда неге олай жасадың? Бас тартсам эквестрия жұлдызы болғым келмейді десем ренжіп қалама деп ойладым. Кешірші. Ал мен көре алмайтынымды айтып, саған жаман дос болып көрінуден қорықтым. О не дегенің? Осыған дейін. Шынымызды айтпағанымыз өкінішті. Уәде берем. Енді ойымды ашық айтатын болам. Мен де. Ант етейін, шын сөзім. Әйтпесе көзім көрмей қалсын. Бәрін таңғалдырдың, сұлу қыз. Саған ертеңге 6 фотосессияны белгілеп қойдым. Кешіріңіз фотофиниш, бірақ бұлардың біреуіне де қатыса алмайым. Не дейсің? Біз кеттік. Түсінбедім, бұларға не болды? Спайк Реритиді жақсы көріп қалды. Сыр сақтай алмайсың ба? Қандай тамаша, күнді осылай өткізгім келеді. Дәл солай. Қымбатты Селестия ханшайым.
Жақсы дос болу үшін сыр сақтай алу керек. Бірақ жан досыңа ойыңды айтудан да қорықпау керек. Бәрін жаздың ба, Спайк? Жоқ, жазған жоқпын. Маған Реритидің ұнайтынын біреуге айтып қойыпсың ғой. Дұрыс айтасың. Өйтпеуім керек еді. Кешірім сұраймын. Кешірдім. Енді хатты Селестия ханшайымға жібересің бе? Әрине. Бірақ қазір менің қолым бос емес. Сол кезде сары қыз, мына ағаш бұрынғыдай кіп-кішкентай емес екен деп ойлады. Сосын бәрін тамсандырған әнін салды. Әлгі үлкен ағашта құстардың бәрі бақытты да ұзақ өмір сүріпті. Соңы. Applejack, ертегіңмен алма ағашын ұйықтатып жатырсың ба? Әлгі бұл ағаш өзі көрмеген жерге келе жатқандықтан күйзеледі ғой. Блумбергті жақсы көрем. Бұл дұрыс емес, Applejack. Ағашқа тұтас бір вагонда арнадың, ал мен басқа понилермен бір вагонда қысылып жатырмын. Сен маған жауап берші. Тар жерде қалай ұйықтаймыз? Бұл саяхатқа Блумберг үшін шықтық қой. Ағаштар тынығуы керек, оны Апплузадағы туыстарыма сыйлаймын. Ағашты туған балаңдай мәпелейсің бе? Кімді бала деп тұрсың? Блумберг сәби емес. Оның сөзін тыңдама, ағашым. Блумберг үлкен, мықты ағаш. Түсіндің бе? Келе ғой, күнім. Не деп тұрсың? Ағашқа күнім дейді ғой. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Достық бағы. 21 бөлім. Я пойызбен келе жатырмыз. Тез келе жатырмыз. Таңға дейін қоя Маған тұрмай ма? сондай ұнайды. Маған да Жолда жүрген сондай керемет. қызық болады. Туф, шулай бермесеңдер. Бәріңе таңға сездірлеу үшін ерте тұрдым. Ұйқым кеп тұр. Айтпақшы, қытырлық жүгерінің кейдендері піспепті. Жарайт. Қайырлы түн. Бәлкім бәрімізге ұйықтап алу керек шығар. Ертең бізде жұмыс өте көп. Пенкипай, ұйықтап қалдың ба? Жоқ, өзіңше, ұйықтадың ба? Ұйықтап жатсам, сенен ояусың ба деп сұраймын ба? Иә. Эпплузаға барғанда, ауыр ағашты пойыздан бақшаға дейін өзіміз апарамыз ба? Қай ағашты, Блумбергті айтасың ба? Жоқ, Флаттершайды. Флаттершай ағаш емес, саған не болған? Рейнбоу Флаттершайды ағаш деп ойлайды екен. Оны ағаш деп ойламаймын. Сен оны ағаш дедің бе? Жоқ, иә, бірақ басқа мағынада. Сен оның ағаш емес екенін білесің ғой. Ол ағаш емес, Рейнбоу. Ағаш болар едім. Қойыңдар, қыздар. Мұнысы дөреклік емес пе? Кішкентай дөрекі айдахар. Қоясыңдар ма, жоқ па? Блумберг. Кешір, кейде аздап қорылдайым. Қайырлы түн. Ой, мұнысы несі? Бір табын өгіз. Сонда Маған әшекейлер ұнайды. жатыр ғой. Олар пойызға жақындап келеді.
бір жаққа асығып бара жатырсың ба? Епті екенсің. Өзің үлкен болсың да, режиме. Тек білгім кеп тұр. Енді ұсталдың ба? Ай. Олар Блумбергті алып кетті. Спайкты да кетті. Ой. Көмектесіңдер. Спайк те кетті. Әлгілердің сазайын берем. Бәріңе сәлем. Эппалузаға қош келдіңдер. Брайберн, тыңдаш. Джек жиенім, әдепті ұмыттың ба? Әуелі мені құрбыларыңмен таныстыр. Ұялсаң етті. Брайберн, жағдайымыз қиындау боп тұр. Қиындық деген жай сөз. Пойыздарың 7 минутқа кешікті. Жаңға жайлы керемет Эппалузада өткізетін 7 минуттарыңды жеп қойдыңдар. Мұнаның бәрін бір жылда салдық. Көріп тұрғандарыңдай мұнда бәрі бар. Мысалы, ат жегілетін күймелер. Болды. Енді сен жүргізесің. Жаңа ғана жүргіздім. Аланда суретшілеріміз отырады. Тыңдаш, Брайберн, мен... Ал мұнау, тұздығы татты жергілікті дәмханамыз. Саға сол тұзда жетеді. Там құрыса бір стакан су беріңдерші. Мұнда тәртіп сақшысы Сильверстардың кеңсесі бар. Ал мұнда батыс үлгісіндегі билер өтеді. Ал мұнда басқа үлгідегі билер. Брайберн, біз... Ал мұнау, Эппалузаның ең керемет жері. Біздің алма бағымыз. Брайберн! Бір-екі күнде алма тереміз. Брайберн! Жаман емес. Өйткені сонымен күн көріп отырмыз. Брайберн! Иә, не болды? Қалаларың мен тұрғындарың керемет екен, бірақ біздің жағдайымыз қиын боп тұр. Достарымыз жоғалып кетті. Бір табын өгізді көрдік. Ол Спайкта кетті. Дэш соңдарынан кетті. Пенки пайды таппай қалдық. Сендерге сыйлайық деп алмағашын әкеле жатыр едік, ол да жоғалып кетті. Бір табын өгіз? Ол өгіздер осында қоныстанған понилердің алма бағын құртқысы келеді. Жаңа ағаш егумізге тіпті жол бермейді. Неге? Олар дұрыс емес қой. Қаламыз отбасы жақындарымыз аш қалмасын деп алма егеміз. Ал өгіздер сол бағымызды құртқысы келеді. Оларына қарсымын. Оны қайтсем де қуып жетем. Ай! Әу! Дэштен әлі ешкім қашып құтылған емес. Пенки пай! Қолыңа түсті ме әлде әзілдеп жауаптан қашып құтылдың ба? Жарайсың. Сен мұнда не қып жүрсің? Кетуің керек. Неге екен? Жасырынған жерімді тауып алдым. Солай ма? Спайкты құтқарғалы отырмын. Шын ба? Мен де? Егер мұнда тобымызбен жинасақ, сол арада көзге түсіп. Қаламыз. Қаш, Пенки, қаш. Оларды бөгей тұрам. Тоқтаңдар. Дэш, Пенки, қалдарың қалай? Қорқпаңдар, бұл өгіздерді таныйым, олар мейірімді. Дегенің болсын, Спайк. Кездескенше, бауырым. Олар мені абайсызда кетіпті. Соған ұялып жүр, байғұс өгіздер. Бір жақсысы, олар айдаһарларды сыйлайды. Мені құрметті қонақтарындай қарсы алды. Өздері понилерді ұнатпайды екен, бірақ мен тұрғанда қорқпаңдар. Бәрібір оларға сенбеймін. Барып сазайын бергеніміз дұрыс шығар. Алдымен тамақтанып алмаймыз ба? Есің дұрыс па? Тағы жеуге бола ма? Өзі дәмді екен. Әрине, Спайк мырза, сізге асыл бұйымдар ұнай ма? Асыл тас. Танысып қойыңдар, бұл батыл жүрек. Ал мынау достарым Пенки мен Дэш. Сен! Болды! Біз кеттік! Тоқта, өтінем, пойыздағы жағдайға ренжіме.
Біз ешкімге жамандық ойлаған жоқпыз. Иә, әрине. Бізге ағаш керек болды. Қоныстанушылар жерімізді тартып алып, алма ағаштарын отырғызды. Солардың кесірінен бұрынғыдай шалғынымызда шапқылап жүре алмаймыз. Не? Олар темір тұяқ көсеммен кездесуі керек. Ата бабамыздың мына кең даланы мекендегеніне көп болды. Әкем осы жерді кезіп жүретін. Оның әкесі де, әкесінің әкесі де, оның әкесінің әкесінің әкесі де. Оның әкесінің әкесі де, оның әкесінің әкесі де. Әкесінің әкесі де. Бәрі. Әкесінің әкесі де. Бәрі түсінген сияқты көсем. Егіске шауып жүру жыл сайынғы жақсы дәстүр. Бірақ биыл осында қоныстанған понилер әлгі эплузандықтар. Олар бізден рұқсат сұрамай, барлық жерге алма отырғызды. Бұл дұрыс емес. Солай ма, Дэш? Понилер ағашты алмай жатыр. Сондықтан біз осында қалдық. Бұл әділетсіздік қой. Көрдің бе, Дэш? Олардың себебі болған. Я, бұл айтарлықтай себеп. Кеттік. Біз эплузандықтармен сөйлесуіміз керек. Ақырын тартсаңшы. Кешір, Рерити, достарымыз анда ғой. Оларға өгіздердің жерімен жүріп баруға дайын болуымыз керек. Оларды құтқарамыз. Сәлем. Пинки! Аман сау екенсіңдер ғой. Сендерді Біз уайымдадық сені қой. уайымдадық. Өгіздерден қалай қашып кеттіңдер? Қашқан жоқпыз. Өгіздерді сендермен сөйлестіретін болдық. Солай ма? Не айтады екенбіз? Мұнда батыл жүрек атты жаңа құрбымызбен келдік. Ол эплузандықтарды өгіздердің жерін не үшін босату керектігін айтады. Бұл мәліметің өте пайдалы. Керек жоқ. Өйткені жиенім Брайберн алма бақты не үшін еккенін өгіздерге түсіндіреді. Бұл керемет болар еді. Жер өгіздердікі. Оны білмей бақ отырғыздыңдар. Қателестіңдер. Енді ағаштарды қазып алыңдар. Бірақ Олар тыным таппай жүріп бағы отырғызды. Енді өгіздердің жерін босатамыз деп тағы еңбектене ме? Жауап берш. Ағашты басқа жаққа егіңдер. Қайда? Бұл аймақтың басқа жерінде ағаш өспейді. Өгіздер мұнда бұрын келген. Қоныстанушылар аш қалмауы керек. Қойшы сенде. Неге Не деп түсінбейсің? тұрсың, Тыңдаңдар. Екі тараптың да осында қалатын жөні бар. Біз тек бір амалын табуымыз керек. Мен ойлап таптым. Сонымен Енді не істейміз? Сонымен не істейтін болады? Білмеймін. Ұқсамай жүрсек те, бізде бар тілек. Төрт тұяқ, төрт сирақ, бір текпейіл жүрек. Ренжімеңдер бізгенді, керек жоқ сөзудің. Сәл ғана ұрыс керісте, болу керек өзім. Ұрыспаймын сенімен, ойнайық кел бері. Бүгін керемет күн, сөйлесейік сенімен. Күлімдеші, күлімдеші, дау бітер сонымен. Күлімдеші, күлімдеші, өзімшіл болу жақсы емес. Қорегіміз ұқсайды біздің, алма сұлы арпа бар. Тәртіпті сақтайық, тату тәтті болайық. Күлімдеші, күлімдеші, дау бітер сонымен. Күлімдеші. Дұрыс айтасың, Пинки Пай, өте керемет ән екен. Айтарға сөзім жоқ. Сильверстар мырза екеуміз келісімге келген сияқтымыз. келістік. Мына ән сондай нашар. Әрине. Біздің де сендерге айтарымыз бар. Шабуылымыз ертең күндіз басталады. Алма бағының көзін құртпасаңдар, оны жермен жексен қыламыз. Біліп қойыңдар. Қалаларыңды да талқандаймыз. Мәссаған. Эплузандықтар оңайлықпен берілмейді. Сендерді дайындықпен қарсы аламыз. Мырза, Әніммен бұлай дегін келген жоқ.
Туыстарымда бәрі болса деп едім, бірақ қалада шу шықты, қайтерімді білмей тұрмын, достар. Не істейм? Ешкім зардап шекпей тұрғанда олармен сөйлесуіміз керек. Тыңдаңдар, мүмкін бәріміз бірге? Ағаш демекші, егер сендер... Тоқтаңдар, егер отырып асықпай сөйлессе... Сендер осы неге ақылға келмейсіңдер, а? Мырза, біз мүмкін болса... Алақай! Бұларды тоқтата аламыз ба? Понилер ағаштарын әкетуі керек. Ай, қайдам. Сіздер мұны қаламайсыздар ғой. Бірақ олар жерімізді тартып алды. Енді не істе дейсің, Рейнбоу Дэш? Білмеймін. Дегенмен бір амалын табуға болады. Түске дейін күтсек, кешігеміз. Қане, ойлан, 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 ойлан. Ол райынан қайтты. Күлімдеші, күлімдеші, тау бітер сонымен. Күлімдеші, күлімдеші. Қашыңдар! Дайындал! Көзді! At! Ням. Ай, білесіңдер ме, маған бір ой келді. Алма бақтарыңа тиіспейтін болдық. Бірақ жемісін бәріміз бөлісіп жейміз. Бәліш беруді де ұмытпаңдар. Дегенмен өзіме асыл тас көбірек ұнайды.
Блумберг, қуана бер, апаң сені мақтан етеді. Қымбатты Селестия ханшайым, достықтан күшті, достықтан сиқырлы, достықтан тамаша ештеңе жоқ. Достықты бағалау керек. Қас жауыңда досыңа айналуы мүмкін. Бәріне түсіністікпен қарау керек. Ей, бұл менің әнім ғой. Ал, қане тышқан мырза. Мына аяғыңызға салмақ түсірмей айтқан кеңестерімді орындаңыз. Көп ұзамай аяққа тұрып кетесіз. Оқасы жоқ, көмегімді тигізгеніме қуаныштымын. Сағат тауып алдың ба? Сен сағат болғың келе ме? Жүгіріп келесің. Уақытың жоқ па? Жоқ, сен кешіктің бе? Мен кешіктім. Өте маңызды кездесу еді. Өте. Хан сарайында Селестия ханшайымның құрметіне дастархан жайылып, ханшайым Панивилиядағы кешке келетін болған. Бәрі барамыз деп уәде берген. Басталды, мен кешіктім. Рахмет, Энджел. Егер сен айтпағанда мүлдем ұмытып кетер едім. Ал понилер менің келмегеніме таңғалар еді. Ой, жарайды, кешіктім. Жарайды, көріскенше. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, Мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Феникс, 22 бөлім. сонымен, ханшайымның күзетшісі болу үшін не істеу керек? Ақысын жақсы төлей ме? Әй, кім бар? О, жарайсыңдар. Қойындашы, ішім пісіп кетті. үлгердім ау. Тоқта, сен кімсің? Олай болса, мен үйге кеттім. Бәрі дұрыс, мырза. Ол тізімде бар. Рахмет, Туайлайт. Келгенің өте жақсы болды, Флаттершай. Сенсіз қызықсыз болар еді. Қалдарың қалай, достарым, жақсы ма? Тағы не әкеп берейін алтындарым? О, құрметті қонақтар. Бәрі жақсы, Кейк мырза мен Кейк ханым. Кешіккенім үшін кешірім сұрайын, бір науқасқа көмектесіп едім. Оу, сен кішкентай жануарларға үнемі қамқор боласың. Селестия ханшайымның сені ұнатып қалары сөзсіз. Солай болар. Я, солай болар, анық, Флаттершай. Туайлайт, мұндай кездесуде мен ғана қатты толқитын шығармын десем? Жоға, мен тек ханшайымға достарым ұнаса екен деймін. Ол бізді көрді ғой. Және хаттарым арқылы таниды. Бірақ бүгін сендермен бірінші рет кездеседі. Әрқайсың жақсы әсер қалдырғаныңды қалаймын. Жарайды, бізге алаңдамасаң да болады. Оның үстіне бұл жай ғана бас қосу емес пе? Маған тимеңдер. Көйлегімді бұлғап алмаңдар. Абайла, үстіме төгіп алма. Дәмді сияқты. Бұл не? Көйлегім бұлғанат. Аулақ жүріңдер. Жай ғана бас қосуға ұқсамайды. Мұнаның қайсы салат, қайсы тіске басар? Бірінші неден бастап жеуім керек? Болды, керек емес, қарным тоқ сияқты.
Бәрі жақсы, Twilight Sparkle. Достарымның осындай болғанда тұрған не бар? Ханшайым мұны байқамай да қалады. Бәштер, тәттілер, пирогтар. Шоколад бұрқағы. Қандай тамаша. Мынаны жемейсіз бе? Айып етпеңіз, мәртебелім. Еш нәрсе етпейді. Рахмет. Сағат 4 ал кеселер бос. Көріп тұрмын, қымбаттым. Оу, рахмет. Оқасы жоқ, мәртебелім. Тағы да рахмет. Оқасы жоқ мәртебелім. Болдым. Қалың қалай, Флаттершай? Флаттершайсың ғой. Мен бе? Я, мәртебелім. Twilight Sparkle'дың хаттарынан түсінгенім, сен барлық қорғансыз жануарларға қамқор болады екенсің. Я, жануарларға қамқор болғым келеді. Мен де, ханшайым ретінде үлкен кіші барлық жаратылысқа қамқор болуым керек. Мен үшін ең маңызды нәрсе қол астындағылардың амандығы. Филомена, жарқыным, ояныпсың ғой. Құрметті қонақтарымызбен амандас. Ой, Ол ерекше қыз, солай емес пе? мен мұндайды ешқашан көрмеппін. Мәртебелімі, сізге шұғыл түрде кету керек. Солай ма? Әрине мен баруым керек. Понилер, айып етпеңдер, кешіміз ертерек аяқталатын болды. Мэр мені кездесуге шақырыпты. Жұмыстар бар көрінеді. Менімен бірге уақыттарыңды өткізіп, көңілімді көтергендеріңе рахмет. Енді тамақтана беруге болады. Қарным шырылдап кетті ғой. Орындарыңнан қозғалмаңдар. Шыққанша көйлегімді бұлғап алмауым керек. Ешкім қозғалмасын, әрі тұр. Кейін шегіндейім. Тұрыңдар солай. Спайк, ханшайыммен кездесудің қалай өткенін білмеймін. Әйтеуір, қорқатын еш нәрсе де болған жоқ. Ой, байғысым-ай, мұндай күйге қалай түсіп жүрсің? Уайымдама, Филомена. Сені емдеп жазам. Бәрі ханшайым үшін. Оның саған қарауға уақыты да жоқ шығар. Ханшайым менің көмегімді бағалайтын шығар. Қап, сені тез арада төсекке жатқызу керек. Міне. Бәрі мен ойлағаннан да нашар. Саған дереу дәрі беруім керек. Міне, ала ғой, Филомена. Бұл саған ем болады. Флаттершай дәрігер бәрін ойластырып қойған. Кейде. Мұның қызық екен. Кез келген ауруды емдеу үшін үй сорпасынан артығы жоқ. Қане, ше ғой, мені тыңдамасаң жазылмайсың. Көрдің бе, өте дәмді, саған өте пайдалы. Қане, аз ғана, міне, аз ғана, бір ұртта. Балапаным-ай, уайымдама,
Филомена, саған не істеу керегін білем. Осында күте тұр. Bir нәрсе әкелем. Қарашы, Филомена, саған қанатты дос әкелдім. Хемингуэй бір кезде қатты ауырып ем жасауға мүмкіндік берген. Енді міне, құлан таза айығып кетті. Солай ма, балақай? Жаңа досың Филоменамен амандас. Қарашы, сен оған ұнап қалған сияқтысың. Енді сенің кезегің, Филомена. Қане, баста. Еш нәрсе етпес. Жөтеліңе ненің көмектесетінін білем. Ыстық бұл. Сергітеді. Ал енді жағдайың қалай, Филомена? Жақсы ма? Ой. Бәрі дұрыс. Саған қалай да қамқор болам, уайымдама. Жағдайың әлі жақсарып кетеді. Ароматерапияға қалай қарайсың? Ыстық ванна ше. Жақпамай ше. Скальпель. Хирургиялық лента. Қауырсындар. Ой, Филомена, сенің денсаулығыңды қалпына келтіру оңай ма десем, қолымнан келгеннің бәрін істедім, бірақ жағдайың жақсарар емес. Не істесем екен? Сәлем, Флаттершай, қалың қалай? Жолай ханшайымға жақсы әсер қалдырғаның үшін алғыс айтайын деп кірген едім. Селестияның ұйқысы мұнда не істеп отыр? Бұл байғұсты ол жерге тастап кете алмадым. Оған менің көмегім керек. Жоқ, бұл жақсылық емес. Оған көмектеспей кете алмадым. Бірақ ол сенің құсың емес. Bir нәрсе істеуім керек болды ғой. Ешкімге еш нәрсе айтпастан, рұқсат сұрамастан ба? Бірақ Сенің ниетіңнің дұрыс екенін білем, бірақ ханшайымның құсын қайтаруың керек. Бірақ дұрыс айтасың. Жарайды, үйіңе апарайын. Тездетсек, оның жоқ екенін байқап қалғанша үлгіреміз, Флаттершай. Твайлайт Спарклды осы жерден табасыңдар деді. Ханшайымның құсы жоғалып кеткенін хабарлаймыз. Солай ма? Мүмкін емес. Осы түнгі салқынды ма? Бірақ қазір күндіз ғой. Күндізгі салқын тіпті жаман. Ал сендер ханшайымның құсын тапқыларың келсе, жолдарыңнан қалмағандарың дұрыс. Филомена меді, бұл жағдайда хабарлағандарың үшін рахмет. Сау болыңдар. Не істемексің? Филоменаны есіне апарамын. Қазір емес. Неге? Егер құсын алып кеткеніңді білсе, ханшайымның саған не істейтінін білмейсің ғой. Ал сен ше? Мен? Жоқ. Бұл ойың жақсы емес. Ол сені эквестриядан қуып жібереді, немесе абақтыға қамайды. Немесе әуелі қуып жібереді де, содан кейін өмір бойы қапасқа қамап қояды. Ханшайым шынымен солай істейді деп ойлайсың ба? Иә, әрине олай істемеуі де мүмкін ғой. Бірақ байқап көргің келе ме? Білесің бе, бірақ мен бар болғаны байғұс Филоменаны емдегім келді ғой. Мұның ізгілік шығар. Саған абақтыға хат жазып тұрам. Әрине, егер мені де хат жібере алмайтын бір жерге аттандырып жібермесе, онда сен жазасын, келістік пе? Өтінем, Твайлайт, маған Филоменаны емдеуге көмектес. Сол кезде оны ханшайымға қайтара аламыз. Сонда бәрі жақсы болады. Сонда сен оған дәрі бердің бе? Беруге тырыстым, бірақ жемей қойды.
О, онда зорлықпен жегіз. Ондай жұмсақ болуға болмайды, Флаттершай. Науқасқа кімнің дәрігер екенін көрсетуің керек. Оны қайта ұшалатындай қылып емдеу керек. Ол ұша алмайды. Сылтау айтпаймыз. Болды, енді не істейміз? Ол қауырсындарын жұлып тастайды екен. Қалғаны жөтелген кезде өзінен өзі түсіп қалады. Міне. Міне, осылай. Бұл оған ұнамайтын сияқты. Басқа амалымыз жоқ. Әйтпесе ол жазылмайды. Әрине, бірақ... Енді? Негізі, ол төсекте жату керек. Бірақ мен оны жатқыза алмадым. Сенің қарсы алдыңдамын. Бәрі сен үшін ғой, Филомена. Уәде берем, өтінем. Тынышталып, біраз ұйықтап алшы. Мынау қандай сорпа? Тәбетім ашылып кетті. Оны Филоменаға арнап пісірген, бірақ ішпей қойды. Ол қазір түк қалдырмай ішіп қояды. Ей, қайда кеттің? Жоқ, Филомена, кері қайт. Не істеп жүрсіңдер? Жарысып жатсыңдар ма? Мен де ойнайыншы. Кешірші. Кешірім сұраймын. Мені түсір. Не болды? Біз іздеп жүрген... Қаншайымның құсы. Филомена, төмен түсші. Жарақаттанып қаласың. Сені қағып алам. Мұнда не болып жатыр? Твайлайт? Иә, мәртебелім. Біз ағаттық жасадық. Бәріне мен кінәлімін. Жоқ, ханшайым. Флаттершай еш нәрсе істеген жоқ. Бұл менің кінәм. Жоқ, мен кінәлімін. Сен тек көмектеспекші болдың ғой. Көмектесе алмадым. Сен араласпа. Ол маған ұрыспайды. Бірақ мен кінәлімін ғой. Жоқ, мен кінәлімін. Мен кінәлімін. Не жайында айтып жатырсыңдар? Мені қорғап жатқаныңа рахмет, Туайлайт. Бірақ Селестия ханшайым, сіздің құсыңызды алған мен едім. Байғұс құсқа көмектескім келген. Кейін өзіңізге қайтарып берем дегем, шын сөзім. Егер мені қуып қапасқа қамап қоям десеңіз, өз еркіңіз білсін. Кешіріңіз мені. Қойсаңшы енді, Филомена. Бәрін әбден қорқыттың ғой. Түсінсем бұйырмасын. Бұл не? Филоменаға не болды? Филомена осы ғой. Оның ерекше екенін айтып едім ғой. Бірақ Феникс үшін ерекше еш нәрсе жоқ. Солай емес пе, Филомена? Феникске? Феникс ерекше ғажайып құс. Олар көбінесе сау-саламат жүреді. Бірақ уақыт өте келе, қауырсындары түсіп, өзі жалынға айналып, жаңарып шыға келеді. Бұл дегенің өте әсерлі емес пе? Күлге айналған Феникс өзінің сұлу қалпына қайта оралады. Бұл Феникстер үшін қалыпты жағдай. Меніңше Филомена аздап тентектік жасап, сенімен әзілдескісі келген сияқты, Флаттершай. Қане, кешірім сұрай ғой. Сонда мені елден қуып қапасқа қамамайсыз ба? Мені абақтыға жауып тастамайсыз ба?
Жоқ, қамамаймын, кішкентай пони. Ондай ой саған қайдан келіп жүр, қымбаттым? Бәлкім менің қиялым жүйрік шығар. Флаттершай Филоменаға қамқор болу үшін қолынан келгеннің бәрін істеді. Адал ниетіңді бағалаймын, алтыным. Бірақ әуелі менен сұрауың керек еді. Филоменаның феникс екенін айтсам, осы қиындықтың ешқайсысы болмас еді. Білем, олай істемеуім керек екен. Бірақ келесі жолы бұлай істемес бұрын рұқсат сұраймын. Бұл сабақ туралы жазуым керек пе, қаншайым? Жоқ, осы да жеткілікті. Ұмытып қалмауға тырысамын. Әдемі екен. Рахмет, Филомена, маған ренжіме. Феникс, күзетшілердің мұрнын қытықташы. Жиырма екінші бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған. 2020 жыл.